Бакенова Гүлмира Рахымбайқызы Алматы қаласындағы номері 168 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бұл мектепке батыр ана, еңбек ардагері Қасыл Қатықбаеваның есімі берілген. Педагогикалық салада қызмет еткеніме 33 жыл. Бұл саланы таңдауыма әсер еткен әуелі менің майталман ұстаздарым болса, екіншіден білімге құштарлығым мен еңбекқорлығым десем қателеспеймін. Менің ең негізгі қағидам әр нәрсені оң шешіммен қабылдау және нәтижесін көре білу. Алдына дұрыс шешім, нақты мақсат қоя білетін, ұстанымы берік, еңбектен қорықпайтын адам ғана табысқа жетеді. Әр мамандықтың өзіндік ерекшелігі бар. Әрине, ең бірінші кезекте кәсіби білім мен кәсіби біліктілік қажет. Мұғалім өзінің кәсіби біліктілігін үнемі жетілдіріп отыруы тиіс деп есептеймін. Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламалары аясында екінші негізгі деңгей бағдарламасын және жаңартылған оқу бағдарламасын өз пәнім бойынша аяқтадым. Ұстаз жолы қиын жол, оның түрлі асу бермес соқпақтары көп. Соған қарамастан, кәсіби біліктілігімді арттырып, тынымсыз еңбектенудің арқасында жеткен жетістіктерім де аз емес. Атап айтсам, 9-шы сыныпқа арналған оқу әдістемелік кешен, көркемсөз оқу шеберлігі атты авторлық бағдарлама, ізденіс табыс кепілі, оқу бойынша функционалдық сауаттылық атты әдістемелік құралдар, шығармашылық ізденістерімнің жемісі деп айта аламын. Шәкірттерімнің қиялына құс қондырып, шабытына жан бітіріп, ғылымның өріне шығуына жетелеймін, төзімділікке баулаймын. Шәкірттерім бүгінгі күнде мектепішілік, аудандықтан бастап, қалалық, республикалық деңгейдегі марапаттарға ие болды. Ұстаз үшін бұдан асқан бақытты сезіну мүмкін де емес шығар. Атап айтсам, шәкіртім Абайұлы Елдар республикалық мағжан оқулары байқауынан ақында бір бала ғой айға ұмтылған номинациясы бойынша 3-ші орын алды. Ал Сәтбаева Аружан деген шәкіртім Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің ұйымдастыруымен өткен қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша республикалық олимпиадасының 1-ші орнын жеңіп, университеттің 100% грантын ұтып алды. Өксікбай Маржан, Сәтбаева Аружан деген оқушыларым пәндік олимпиададан қала бойынша жүлдегерлер. Иса Дамира, Асанова Мадина, Алсейітов Мирей деген шәкірттерім ғылыми жоба жүлдегерлері. Тұрсын Ернар, Абайұлы Елдар, Ниязбек Баян, Аспетов Баққонды сияқты шәкірттерім Ақбозат 2 халықаралық ақындар мүшәйрасының жеңімпаздары. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ұйымдастырған республикалық эссе байқауынан Нұрсұлтанұлы Аңсар, Сайлаубек Іңкәр есімді оқушыларым 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Сондай-ақ оқушыларым қалалық Абай оқулары, Мағжан оқулары, Махамбет оқулары, эпостық жырлар оқу сайыстарының жеңімпаздары. Шәкірттерім секілді өзім де түрлі кәсіби сайыстарға қатысамын. Айталық жыл мұғалімі, жылдың үздік сынып жетекшісі, үздік қазақ тілі мұғалімі, республикалық педагогикалық идеялар панорамасы сайысы, телевизиялық сөз мерген сайысы, қала бойынша мұғалімдер арасында өткен Абай оқулары сайысынан жүлделі орындар алдым. Республикалық тамыз кеңесінде шеберлік сабағын көрсетіп, тамыз кеңесінің жинағына енгізілдім. Қала бойынша шеберлік сабақтарын өткізіп, тәжірибеммен бөлісіп отырамын. Кәсіби газет журналдарға мақалаларым жиі шығып тұрады. Елеулі еңбегімнің арқасында Алматы қаласындағы Медеу ауданының 100 үздік мұғалімі жинағына енгізілдім. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша алған алғыс хаттарым бар. Өзім өнерге жақын болғандықтан сабақта, әсіресе әдебиет сабағында, әнші, ақын, сазгерлер шығармашылығын оқытқанда, әнші ақындар шығармашылығын өзім орындап беремін. Өнерлі ұстаз ретінде мектептің сахна төрінен де орын алып келемін. Мен өмірі қызу еңбекпен өткен, сол еңбегі арқылы айналасына шуағын шашып, адал еңбегінің тәтті нанын жеген адамдарды нағыз бақытты жандар дер едім. Ендеше мен ең бақытты жанмын. Ұстаздық ұлық қызмет емес, ұлы қызмет деген Бауыржан Момышұлының нақылын басты ұстаным етемін, әрі ойымнан бір сәт шығармаймын. Осы ұлы қызметте, ұстаздық жолымда бала жүрегіне жол тауып, оларға мейірімімді аямай, адал да жемісті еңбек ете бермекпін.